Баршаңызға сәлем достар, сіздер мен Аружан. Бүгінгі видеода осындай керемет болып шығатын өте тәтті баунти тортын дайындайтын боламыз. Ендеше бірге жасайық. Алдымен бисквитімізді жасаймыз. Жұмыртқамызға шым-шым тұз салып, оған қантымызды қосамыз және осының барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Шамамен 10-15 минуттай. Біздің массамыз 2-3 есеге ұлғайды. Келесі кезекте құрғақ ингредиенттерімізге кірісеміз. Ұнымызға какаомызды қосамыз, разрыхлителерімізді салып, осының барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді массамызға ситадан өткізу арқылы саламыз және лопатканың көмегімен сағат тілі бойынша араластыратын боламыз. Миксер қолданбаймыз. Миксер қолданатын болсаңыздар, біздің массамыз басылып қалады және піскен уақытта көтерілмей пісетін болады. Сондықтан тек лопатканың көмегімен ғана араластырыңыздар. Дайын болған массамызды 24 диаметрлік формамызға құятын боламыз. Үстелдің үстіне біздің формамызды 2-3 рет осылай лақтырып аламыз, артық бұзырықтардан құтылу үшін және видеодағыдай жасап, біздің бисквитімізді тегістейтін боламыз. Бисквитімізді 20-25 минут 200 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Дайын болғанын ағаш таяқшаның көмегімен білетін боламыз. Дайын болған бисквитімізді толықтай суытамыз. Оған дейін кремімізді жасаймыз. Сүтімізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, және оған қантымызды қосатын боламыз. Және осының барлығын қантымызбен біздің сары майымыз толықтай ерігенше араластыратын боламыз. Сары майымызбен біздің қантымыз толықтай ерігеннен соң кокос стружкаларымызды саламыз және отымыздың астын басып 10 минуттай біздің сүтіміз тартылғанша араластыратын боламыз. Әр минут сайын осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Сүтіміз тартылғаннан соң біздің осы кремімізді бөлек ыдысымызға салып аламыз және осыны тағы да толықтай суытатын боламыз. Толықтай суыған бисквитіміздің жанын осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз және формамыздан шешіп, бисквитімізді 2-ге бөлетін боламыз. Алдымен бисквитіміздің осылай беткі жағын пышақтың көмегімен кесіп алып тастайтын боламыз. Бұл жері бізге қажет емес. Бисквитімізді 2-ге бөлеміз. Алдымен пышақтың көмегімен осылай жан-жағын кесіп шығамыз. Содан соң пышағымызды толықтай кіргізіп кесетін боламыз. Сонда ғана біздің бисквитіміз түп-түзеу болып кесілетін болады. Пропиткамызды жасаймыз. Менде сүт молынан барлығы жеріне жететіндей етіп жағып шығыңыздар. Тортымызды жинаймыз. Бисквитіміздің беткі жағын саламыз. Кокосовый кремімізді салып, осыны тегістеп шығамыз. Креміміздің бетін екінші бисквиттің көмегімен жауып, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Шоколадты ганашымызды жасаймыз. Ол үшін біздерге сары май және шоколад қажет болады. Менде орехпен және осының барлығын ерітеміз. Мен микроволновкада еріттім. Сіздер водяной ваняға қойып та ерітулеріңізге болады. Осыны тортымызға құямыз және тегістеп лопатканың көмегімен жайып шығамыз. 5-10 минутқа тоңазытқышқа ганашымыз қатқанша салып қоямыз. Ганашымыз қатты, ендігі кезекте тортты формадан шешіп аламыз. Ол үшін жан-жағын міндетті түрде пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Содан соң формадан алатын боламыз. Міне достар, біздің баунти тортымыз дайын. Өте керемет болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Міне біздің тортымыз осындай болып шығады. Дәмі деген керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.